Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанды көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық. Бұл қатты сабынның бір түрі. Құрамында сілтілер, май қышқылдары көп. ГОСТ бойынша өнім май қышқылдарының концентрациясына байланысты 3 санатқа ие екен. Санат неғұрлым жоғары болса, тазалау қасиеттері соғұрлым жақсы болады. Айтпас бұрын видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіз естіп білмеген ақпарат барына сенемін, және біздің каналды 96,8% адам арнаға тіркелмей көреді. Сол себепті еңбегімізге қолдау білдіріп, келесі пайдалы видеоларды қарай жүріңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізге шабыт береді. Бірінші санат 70,5 және 72%. Екінші санат 69 және 70%. Үшінші санат 64 және 65%-ды құрайды. Кір сабыны неден тұрады? Жануарлар майлары, натрий тұздары, сода, сілтілер, су, куалин немесе ақсыздан тұрады. Құрамында бояғыштар жоқ. Жуғаннан кейін бұтаның немесе бақшаның астына сабынды суды құйсаңыз, өсімдіктер өлмейді. Бұл жерде химияның жоқтығының көрсеткіші. Тағы бір плюс – пайдаланудың қарапайымдылығы, және бұл өнімнің жарамдылық мерзімін бақылаудың қажеті жоқ. Бұл арзан сабынның қысқаша сипаттамасы. Бактерияға қарсы, дезинфекциялаушы, гипоаллергенді және қабынуға қарсы көрсеткіштерді көрсетеді. Дәрілік мақсаттар үшін сабын мөлшері 72% болатын. Бірінші санаттағы өнім ғана жарамды. Кір сабынның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол. Мәселен, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда, оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болғаннан соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жуыңыз. Шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса таз ауруына шалдыққанда, дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмаудан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланған да пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі үккіштен өткізіп, табаға ені 1 см етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе азатында етіп су қойыңыз. Әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз, жараның іріңдеуі қойып, тез жазылып кетеді. Көгерген жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараның асқынуынан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға, суға немесе отқа күйгенде сабынды езіп жағыңыз. Ол ісікті қайтарып, ауырғанын басады. Дәрі-дәрмектен, улы заттан абайсызда уланғанда немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойғанда, аздап сабын суын ішкізіп ауруханаға жетуден бұрын шұғыл алдын алу шарасын жүргізуге болады. Оны қолдануда көңіл бөлетін тұстар. Әсте көп мөлшерде ішкізіп жібермеуге болмайды. Таза сабынды жұқа жапырақтап турап, қайнаған жылы суға ерітеді. Сосын ересек адамға 300 және 500 мл, ал балаларға 100 және 200 мл аралығында ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі. Және металл заттардың асқазанды зақымдауынан сақтана тұруға болады. Ит тістеп алған жағдайда, қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малынған дәкені басыңыз. Ал іш қату кезінде іш қатуға қарсы іш жүргізетін дәрі сабынды 2-3 см ұзындықтағы жұқа тілімдерді кесу арқылы сабын шамдарын дайындаңыз және іш қату үшін ішке енгізіңіз. Аяқтың жағымсыз иісін жояды.
ұйықтар алдында аяғыңызды тұрмыстық кір сабынмен салқын сумен жусаңыз аяқтың иісі кетеді. Бактерицидтік әсерге ие, ол безеуді кетіруге көмектеседі, теріні жиналған май және шаңнан тазартады, және жаздың күні жәндіктердің шағуынан қышуды жеңілдетеді. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз, ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабымен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайыңыз. Оған ешқандай да зиянды химиялық қоспа қосылмайды. Сол себепті оны шаруашылықта ғана емес, косметикада, профилактикада, тіпті емдеу мақсатында да қолдануға болады. Кір сабының зияны. Оның құрамдығы көп сілті бар. Жиі қолдану терінің құрғауы мен қабыршақтануын тудырады. Шырышты қабатқа тітіркендіргіш әсер етеді. Егер сабын көбігі көзіңізге түссе, оны сумен жуыңыз, болмаса ол зиянды. Видеоларды жақындарыңызға бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше ауырмаңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.